Ал достар, Алматы таңғы сағат 5. Бүгін біз таң азанмен Алматының керемет тауларына кішігірім экспедиция ұйымдастырып жатырмыз. Оған себеп Алматы қаласында қазақ гир дүкені ашылып жатыр. Бұл влог форматында болады, сондықтан жақсылап жайғасып, видеоны жақсылап тамашалаңыздар, лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Кеттік. Так, барлығы рацияларын алды. Бір толқынға қосылдық. Қалай? Қазақ жер ма? Қазақ жер ма? Қазақ жер ма? Қазақ жер ма? Қазақ жер. Неде? Отдельно повар, білмеймін, тамақ, мама. Полный. Жігіттердің басын қосып ұйымдастырып жатыр. Осы магазин ашылып жатыр да? Таңғыластар жинап қой. Таңғыластар. Аке. Аке. Қосын магазин. Рахмет. Мына магазин ғой, Осы магазин. Не сатып Жерде туй сетка сатамыз. Қымбат киімдер сатады. Жақсы киім арзан тұрмайды ғой әдеке білесіз. Білемін ғой, әрине. Келіңіздер, күтеміз. Осының ашылуына орай бір тауға бар, тойлатып кетіп отырмыз. 2-3 күн демалып жақсылап. Достармен Болсын. рахмет, Алла разы болсын. Сапарыңыз берекелі болсын. Осы киім ғой. Осы бренд қой. Ана темекі. Осы бренд қой. Өте бағалар доступны, поэтому келіңіздер. Срочка бар. Бізде жоқ енді. Каспирет бар ма? Сізде болады. Ол қателік негізі андай. Шешетін қателік қой. Бірінші болды енді, қателік болып жүрген. Жазып алып жатыр. Енді. Саяхаттан келгеннен қойсақ, полный киінейін деп тұрып қой. Анандай табиғаттан ләззат алатын жігіттер ғой. Блогерская тема, пошла, Осы магазин ашыла берсін. Рахмет, Алла разы болсын. Тамаша. Сәттілік, Алла берекесін берсін. Бүгін мықты пилотымыз біздің Қуат. Қуатқа бүгін жолаушы болып отырып қалдым. Қайырлы таң баршаға. Ал мен бүгін штурманмын. Қуаттың машинасына бірінші болып тұрмын. Құтты болсын, Қуат. Жұсты болсын. Ой салып жүр бізге, жаман. Осындай пикап алсақ па дейді ба? Пикап. Біз тоқтамаймыз деп шешіп едік, шелекке дейін, бірақ по-любому компасқа тоқтау керек болып тұр ғой. Еще бір жаман жер бар, блогерлермен жүрсең, ой, кадр, видео түсіре береді. Бірақ қызық болады, сіздер үшін контенттер өте көп болады. Не бәрлерін блогерсіңдер ма? Это думал чисто с пацанами. На казахском. На казахском? Ремшек. Баклажан. Аязға отырып алдық та, рөлге гүл қалманан видео түсіріп жатырық. Как всегда. Ескі кадрлар кетіп отыр. Аяздың өнерін тамашалайсыздар келесі кадрда. Мәне былай шыққам деп. Ене. Что там, YouTube қодыр ма? Мұратқа жетермен түспесін төмен байрағын төбеңе көтерген
бастаған киелі күлдеп жатқан көлден көкорай шалғын белден құбыла соққан желден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туға берден айналайын. Көлден көкорай шалғын белден құбыла соққан желден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туған ерден айналайын күлдеп жатқан көлден көкорай шалғын белден құбыла соққан жерден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туған ерден айналайын. жасалмақтан срочно экспресс болған. Өзім түсірем. Мен бірақ. Камера снять или как? Не, тут не глубоко. Потихоньку просто. Адем. Осындай керемет полянаға келдік. Тау бөктерінде ағып атқан тап-таза өзен. Қазір тамақ пісіреміз, әңгіме айтамыз. Керемет сұхбаттар болады. Күт мені. Ровно. Аяз, что там? Тұрып қалдың ба? Кет, артқа бар. Аяз.
Бер айда, мен жақайды. Ең күшті кезеңдердің бірі ол келесің, көліктеріңді қоямыз, и палатка жасай бастайсың. Әркім өзінің несімен. Что там, как река? Нормально? Керемет, мощный. Двумя? Что-то шатается. Нет? Он 3 метра, да, у тебя? Примерно такой же диаметр. Күн шығып тұр. Айыз күн шығып тұр, е? Бірақ жабыр жауып жатыр, е? бір жаңбыр қойсын ба? Мынандай обзор палатка. 3 палатка бірге қосылып. Үлкен бір кәдімгідей үй болды, үлкен залмен. Үлкен столдар қойылады. Сквозной. Кіріп, мына жақтан шыға саласың. Опа. Мынандай да күшті. Ну-ка, рядом ставь после. Что? О, видишь? Прям полноценный дом. Большая палатка. Еще их таких 2. Полноценный домик. Надувной. Туалеті бар. Осындай демалысқа келдік. Тау бөктерінде, ана жақта өзен, ана жақта әркім өзінің палаткасын ашып қойып. Ана жақта общий үлкен кухня. Қазір ана жақта баня болады. Қазан ошақ мияқта тамақ пісіреді. Ауа райы да керемет болып тұр. Жылы да емес, суық та емес. Рахат қой. Перезагрузка басталды. Дубай. Прямой сёқтан поставка ма? Да. Есть иранская подделка, они тоже, чем-то похожи. Есть иранская подделка, но его прям не рекомендую. Чистый напиток, мощный екен. Мынан бәрі тамақтар. В принципе, неге. Қанша тамақтар, еттер, стейктер, нандар, фрукты. Салфетки, наверное, тоже оставить. На кухня. Так, ауылда сияқты, да. Марат ағамыз ауыл деске алып отыр ғой. Ауылды жейсің ғой. Да, тауы атап біз ауылда. Үстік. Еще дәмді, тәтті. Керемет. Өмірінде бірінші рет көріп тұрмын. Ағаның істеп отқан, еркісінің істеп отқан. Мощный, как ловко. Баллончик бар ма? Айдалада мына сет жоқ, бірақ бізде Starlink бар. Аязы мақтана жердің қанша лайк. Смело, Скорость мықты, 20-30 мегабит секунд айдалада. Илон Маск, рахмет. Бізге мына аперитив алып келді. Самса. Тауық ниетпен. Қалай екен дәмі? Хорошо, мощно, әдем. Оған не 70 шағып отыр. Так, мой баян. Что там, брат, эти помните? Он на тебя льется. О, майлар ағып отыр ғой. Міне кетті обед. Түскі ас. Барлығы видео түсіріп. Керемет ортада. Мына жақ таза ауа, таза табиғат. Повод іздедік. Қалай достарымызбен жиналсақ болады екен деп. Магазинді повод қылдық та жиналдық. Жаңа атау қойып жатырмыз.
жаңа локация көшіп жатырмыз. Дүкеніміз 3 есе үлкейіп жатыр. Сол кішкене қуанышпен бөлісейік деп сіздерді шақырып, сіздерге үлкен рахмет, уақыттарыңызды бөліп келіп жатсыздар. Давайте демалысыңыз жақсы, берекелі өтсін. Сізден танысып. Что там, как? Баняға желание бар ма? Здесь шарық. Менде жоқ, потому что я не любитель бани. Неге? Қыстық закрытый жерлер не Не выношу. пробовал? Да. Нет, все детство в бане купались. Міне, Адеке сияқты болу керек қой міне. Давай. Өмірдің бір қызығы баня деген осы жігіттер үшін бар ғой, ең күшті кайф бұл баня ғой. А баня... Бірінші кайф осы баня, одан кейінгі кайф Шын айтып отыр. табиғат қой, ләззат аласың. Адамның организмі. Ал, давай. Ал, Давай, кет. алат күнге баня. Ооо! Ено! Аяз отыр екен ғой. Жоқ, пакет етіп кетті. Кайф қой? Все, давайте, жап болды. А бұл баня қай жақта? Тау бөктерінде. Андай керемет табиғатта. Мысалы біз курткамен жүрміз міне. Жігіттер баня қазір кезек-кезекпен түсеміз. Ал достар, біз табиғат аясындамыз сіздерге біздің лагерь тур көрсеткім келіп тұр. Бірінші қараңыздар, банядан бастам келіп тұр. Мына баня кәдімгі банясы бар. Керемет, өзен ағып тұр, таудың суы. Мына жақта біздің лагеріміз. Кеттік, көрсетейін сіздерге. Бірден сұрақ қойып жатыр маған достарым. Мына жерге жеңіл көлікпен немесе кроссовермен келуге бола ма дейді. Болмайды. Тек мынандай жол талғамайтын ауыр көліктермен. Біздің бағана үлкен палаткамыз, ол жақта отырып тамақ іштік. Мына Әділеттің жаңа көлігі. Мына жақта қазір кешке светтер жанады, өте әдемі болады. Мына Mitsubishi, ана жақта міне Leopard 8, ана жақта атақты Prado, FG Cruiser, мына жақта GX 460. Мына көлікті білесіздер. Мына жақта біздің летний кухня былай айтқанда, далада оттық. Мына жақта қуаттың көлігі. Мынандай резина болу керек қой негізі. Сол кезде тығылмайсыздар. Мына жақта жігіттер жұмыс істеп жатыр. Бірден монтаж жасап. Мынау Starlink интернеті. Мына жақта шешініп отыр екен. Мына жақта кухня. Мына жақта кухня. Мына жақта тамақ пісіріп отыр. Арбуздар тұр, арбуз жейміз. Керемет болып тұр. Барлығы керемет. Қалай жігіттер, қалай? Палаткідегі баня бүйтіп ойнап түсіне су уақыт берді. Қып қызыл болып кеттіңдер қарсаңдаршы? Кән, давайте енді, давай суға. Суға екіншінде. Қазір бармайсыңдар ма? Давай, Нұреке, кеттік. Екі Нұреке. Ана жігіттер замогын жапсаңдар, замогын. Ішіне жауып алыңдар, баня. Замок. Түсір. Әдем. Мұздай ма бірақ су? Мұзды қар деген ана бар ғой. Қаланың моншасы сияқты. Айқайлайын деп ойлады болмады. Ең шықпай қалды. Қызады енді. Кетті. Давай,
Мына баня. Осыны түсіндіріп жатқан кезде үлгермей қалдым. В общем, осындай монша да, теңіздің жағасында, теңіз деп қойып, көлдің жағасында, өзен жағасында. Қалай екен? Жағасында мін бүгін қазақтар өсіп келді. Орыстарды оздық деп. Место есть? На двоих есть? Давай. Буранам или нет? Денелерім сезбей қалдым. Қандай керемет демалыс. Можно, а как есть, да? Не екен. Nerede Мәке? Аға. Мәке. Супер. Қалай демалысыңыз қалай болып отыр? Мощно. Лучше сакский баня, любой. Да. Керемет таза вода. Мощно. Рахмет, Мектеп. Әлі жаурап отырсың ба? Вау, ужин. Ложки, кажется, на столе оставить, да? Нельзя больше нет, да? Если что, не судят. Полоски Приходишь, забираешь и уходишь. Да, строгий солдатский режим. Зелень где? Мощный түсіп отырса. Сарпашлер. Сарпа. Ал достар, қайырлы таң міне. Азанмен тұрып, қазір мұздай суға ұйқымызды ашайын деп жатыр. Ұйқымызды ашайын деп жатыр. Ұйқым қанды, Құдайға шүкір. Табиғатта өте қатты жақсы тәтті ұйықтайсың. Мұздай суға гүмп ете қалайды. Міне тұрып. Свидание. Отжимания. Әмін. Еще мынау үш подходтан кейін ғой. Жасайтын жатсың аға? Отжимание, максимально. Спокойно, да? Спокойно. Жасап аламыз. Да. Вот так. Блейд басып болып кеткен бұл. Соғыш екінші попытка. Екінші подход. Да, сен де тұрып, не қап түшкен? Қалай қоясыз? Мощный, да, тоқталады қазір. Хорошо, ради контента не стимит. Достар, сіздер үшін екінші түсім. Сен бейсің деп, өтірік деп айтпасын деп. Завтрак. Атағаның туындысынан керемет завтрак.
Ты же с Греции вернулся. Сгущи. А их турки варят? Ну как турки? Ну можно вот просто стакан литов. Как раз помолком, знаете? Тамақ дайындап. В отеле в Турции скорость меньше, чем у вас. Шынымен, я ждешь же, пока. Очередь еще. Күтіп тұрасың дейсің. Қалай мысал? Абай бауырымызда кешеден бері еңбек етіп. Алла разы болсын саған. Абай, что такое здесь? Кипяток закончится уже здесь? Йо, уже закончился? Не, отсюда будем. Короче, мына жақта не болып жатыр. Кофе от первого лица ғой. Молоко, американское молоко сейчас сделаем, не будем парить. Да, я запомнил, брат. Осы кофейня еді сіздікі? Урба кофе, я уж кофейнеміз бар, қалада. Сол, Урба кофейдің основателінің. Основатель емессің, брат? Айта берейік та. Урба кофенің основатель. Урба кофейдің управляющий дей ма, енді қалай? Как официально можно? Владелец 3 кофейн Урба кофе города Алматы. Вот, соның қолынан қазір. Нағыз кофе ішіп отырмыз. Біреу Момышұлдың бойында. Мен бір ретте барып чек, где-то бір 80 мыңға тастап кеткем. С молоком, да? Осы приготовлением жасын. Ну, просто американо с молоком болып кетті, если что. Сізге. С молоком? Да. Просто енді біз қатты нетпейміз, просто здесь уже так получится. Такой походный получился. Да, походный зато. Иә. Тәтті болғанша. Ал жігіттермен қараңыздар, кофе кетіп жатыр. Мына жақта кофе машина жұмыс істеп жатыр. Кофе машина қалай жұмыс істеп жатыр деп ойлайсыздар, қараңыздар. Міне. Баратып, міне, леопард. А сендер Қытайды жамандайсыңдар. Бұл бәрін істеп жатыр кешеден бері. Мынау қосылып тұрған светтер содан алдық. Түні бойы жұмыс істеді, проценті 63-ақ. Іші кең, ровный пол. Бала шаға жатам десе де, үйдің түнде қонса да. Аяз қалай енді былай, өзіңе жалпы Қытай енді. Алмайым десей. Размері 300-ка сияқты. Просто қара и мына жақта резинасын қарсаңыздаршы. Шоссейный резинамен. Пленкасы болғанмен де кішкене сырылып кетіпті. А так осындай керемет. Кстати, боковойында не бар деп сұрайтындар бар, айтпақшы, мынандай майда шүйде ғой. Душ бар екен, туалеті бар екен, стаканчиктері бар екен. Мынандай витқы. Кофе, жақсы орта, керемет табиғат. Және де көліктер, керемет, мықты. Осындай отырысқа не жетсін? Да, американо. Вот здесь пожестче американо есть. Здесь такой не жесткий. Не, вот жестче. Не, вот это хочу. Да, давайте. Кому как. Ал біздің келесі перекусымыз. Мынандай ананас деген перекус қой. Эйр Астанадағы перекустарға ұқсайды екен. Сіздерге алдында көрсеткем. Өзіміздің отандық өнім тоже өзіміздің жігіттер жасайды екен. Халал сертификаты бар. Дәмі де өте керемет. Кәдімгі пайнапл, кәдімгі ананас, сушеный. Дәмі керемет. Короче, кезінде походқа әшейін баратынбыз, ештеңке жоқ. Қазір қараңыздар, дрон. Міне, мына жақта электричество. Мына жақта кофе машина. Мына жақта қараңдаршы, қандай объектив. Дәке башет жатыр. Міне интернет бар, Starlink. Ана жақта Mavic Pro. В общем, цивилизация. Не поход, табиғатта емес, бір қаланың ортасында отқан сияқтымыз бар ғой. Давай, кет.
Ана кішкентай кофе жасайтын ше типа не түсірейін деп отыр жаке ана жақта. Кино қазір көресіз. Міне Аяз басты Басты режиссер, ар жаққа барайын. ең мықты профессионалды спорт дрончик. Аяз продакшн. Жоқ, Багиз, вот бетімен, лицом. Бетінен ба, давай. Вот так, бір-бірімізге қарап отырайық. бір-біріне. Мына жақ түсірейін деп жатырмын. Былай. Міне. Нұреке, аналарға айтсай. Одной рукой камеру держите. Ага. И она бьет бронз отдельно. Кеттік, дрон келатыр мына жаққа. Не полностью вот это. Ай. Ай, ема. Сәт. Екі, үш. Кеттік. Ой, керемет, мына Аяз. Аха, тағы да түсіреміз қазір. Біздің ортамыз тек қыдыру, демалу емес, біздің спорт, мастер спорты, Азияның бірнеше дүркін чемпионы қол күрестен, армы рестлингтен бізге мастер-класс ұйымдастырып жатыр. Біздің білегімізді шыңдап жатыр. Әне, қалай екен? Сосын мынандай шарикпен бірінші көтеру бар. Осындай мастер-класс болып жатыр. Мына сіздерге палатканы көрсетейінші. Мысалы, тауға келгім келеді дейді. Бірақ мен алдында бір достарым келген. Ол палаткада жату деген кәдімгідей. Мынандай палаткада жатамыз. Мынандай палатка, мынандай каремат төсейміз полға. Мынандай мешокта жатасың. Түнде суық болады негізі. Біреу шыдайды, біреу шыдай алмайды. Қап-қараңғы болады. Сондықтан тауға келудің өзі бір кішігірім адреналин. Бірақ бір жақсы жері ұйқы қанады. Сосын ұйқыдан тұрып мына суға түсесің. Жаңадай туылғандай сезім болады. Адлет пен Аяз не только мықты дронщиктар, олар еще мықты спасательдер. Давай еще сушняк жіберейік. Ана жерде біздің жігіттер дрондарын жолтып алды. Плов жіберейік. Енді құтқарушы Аяз, атлеттер Датчик жоқсан жоқсыз ба? бірінші рация жібереміз. Сосын көтерем ау қызық болып тұр. Как раз ол жыртып ала салады. Пригладым көтереді просто. енді милар жетсе болды сол үшеуінің. На, Аяз жақсы. С руки, да? Походу опускаем. Только просто резкое движение вообще сама. Просто аккуратно барасың. Плавно. Ал бисмилля, кеттік. Нұрсұлтан, Қарасаң бүйтіп ойнатып отыр же. Бірінші ана жерге жай ұшырып көріңдер онда эксперименттарын. Қосқаннан кейін дауысын сөйлеп көрші, может естілемей. Может алмай қояды олар. Әшейін громкими айтып тұрамыз да. Запись кетті ма? Кетті. Тима дрон жоғалтып алды осы тауда. Так, Барен бастап отырмыз үшін рация. Кетті әділет. Аларға хабар беру керек, рацияны алмай кетті. Ал бисмилля. Білмеймін қазір, қопарылып жүрмесін ше. Ал ет. Заманауи технология. Технология. Дронда. Мына жақта жігіттерге. Бір дронды құлаттық. Сюда, жүктірші. Налево, направо, налево, направо. Рацияны жіберіп. Дронмен. Рациясын Что ана біздің дронымыз, білесің ба? Ой, біздің камерамыз. Ой, біздің рацияны, сенің рацияны. Қонам қонбай ма? Міне біздің бағана кеткен рациямыз, мияқтан нұртылы тұр. Слышите? Жетпей жатыр соған. Қанша метр? Примерно 10 метр бар ма? Өзім қорғаумен түсірмей жатыр көңді. Давай деп жатыр нұртылы. Давай. Нұртілеу, естіліп тұрма, Нұртілеу. Естісең басыңды еші. Естіліп тұрма. Жоғар шықсы, сөйтші. Запись қосшы. Жоға алдыға жүреді шыққанда. Нұртілеу, естіліп тұрма. Шашақ қаптық уже. Ана датчик қосылып тұр, сол үшін жай қонып жатыр. Нұртілеу, датчик жұмыс істеп тұр. Аккуратно қолға қондырасың, аккуратно ұстап ал. Сөйлеп тұр. Естіп тұрсың ба? Скотчты жыртып ал десе. Дронды қолға қондыр, қолға. Дронды қолға қондыр, датчик жұмыс істеп тұр. Жетті. Ай, красава. Жыртып ал десе.
Қондырды. Ай, красавчик, естіліп тұр ма? Жауап беріңдер. Победа! Ананы дронда. Суретке түсіріп алдың ғой, Аха. примерно біздің оң жағымызда тұр ғой. Оң жақтарында ма? Камерасы осы. Бір тобылғының қасында жатыр. И ашық жерде жатыр, тас жерде. Қазір примерно ана несін жыртып, қағазын жыртып қолыңа дайын болған кезде айтшы, қайтып жүріп жүреміз. Ана тауға спасательный операция кетіп барады. Дән екеуміз екі спортсмен деп бізді жіберіп жатыр енді. Так, оны қалай көтереміз? Так, қалай көтереміз? Мен жігіттерге перекус ретінде су апарып жатырық. Және де не? Сенде барасың ба? Иә. Орешки ғой. Орешки. Ана жігіттер. В общем, бара жатқан кезде жақсы жаңалық келді, таптым дегенмін Нұртілеу. Аман ба, дұры, нормально ма? Нормально. Әдем. Дым болмаған просто. Нұртілеу төмен қарап бір қолыңды бұлғап жүрші. Жігіттер естіңдер ма? Кім дәулет табылды дейді. Да, естідім. Все, выкиньте этот дрон. Әлеге Европа қалай екен сонымен? Европа күшті андай тау туризмі өте қатты дамыған ғой, мысалы. Біздің Медеуде 800 баспалдақ бар ғой. Олар сондай бір смотровой площадкаға Норвегияда, Лафатен островында 1600 тастарды бүйтіп тұр, лестницаға әдемілеп қойып шыққан адамдар үшін. Ол кезде 3-4 жыл бұрын ол нәрсе жоқ болатын, адамдар балшық болатын, адамдар үшін. Енді ана жерге білмеймін, тасты көтеріп шығу, 1600 баспалдақ деген өте керемет қой. Сондай жағдай жасап қойған. Мысалы, қиын жерлер бар. Шыңдарға, мысалы, шығатын жерлерге тростар тартып салған, мынандай қалың тростар. Безопасно белбеумен, троспен іліп шығасың. Сол сияқты жағдайлар және сет ұстайды. Барлық жерде, мысалы, знактар краскамен бояп кетеді. Осымен адаспай барасың, сол краскамен знакпен жүресің, ыңғайлап болған бәрі. Сіз енді Алматыда тауларға шықсаңыз тастарды үйіп қояды ғой. Бірақ белгісіз де, кейде адасып кетуі мүмкін. Аяқта краскілер тастарға. Сол сияқты нәрселер сет ұстайды. Және шығып барасаң, Австрияда біз тауға шығып барады, Альпаға. Қасыңда жаңағыдай ерік сияқтылар жайылып жүрсе, адамнан шошымайды. Сен қасыңа қарап тұрады, 10 метр жерден жатады жаңағыдай. Бізден алыстан көрсе қашады ғой. Сиырларын көресің жаңағыдай. Қашпайды сен, келсең қойларын жаңағыдай жайылып, тауда қой жайып жүреді да. Қойын ағасына барасың, басын сипалай бересің, қашпайды. Біз білмеймін, адамдарымызға байланысты үйренген ба. Бізге мүмкін таспен қуайып Альпадағы ақанелер, жануарлар көресің, келсесің, елек мысалы тау ешкілер. Қашпайтса қарап жата береді. Дронмен шығарып, дырылдап, видео сұрсағың ғой. Сол сияқты нәрселер дамытып қойған, енді оңай емес енді. Бірақ сол Альпаға шығу үшін әлемнен туристер келіп отыр. Мысалы, Альпы деген, альпинизм деген сөз бар ғой. Сол Альпы тауынан шыққан. Альпинизм деген, мысалы, сөздің өзін Альпы тауынан шыққанда. Сөз, мысалы, альпинизм деп айтамыз ғой тауға шығатындар. Сол Альпы тауының атауынан шыққан негізінде, біле білсеңдер. Енді Альпы тауының біз айналып шықтық. Италия жағынан да болдық, Франция жағынан да болдық, Австрия жағынан да, Германия жағынан да болдық. Ең әдемісі, мен енді Австрия жағы деп жүргем, ең әдемісі Швейцария жағы әрине. Себебі неше түрлі водопадтар, 72 водопад бар. И таулар жақын, өзі бір әдемі көрініс Швейцария жағында екен. Бірақ әр жағы әдемі, бірақ өте ерекше жер Швейцария. Сондықтан, егер Европаға барсаңыздар, Альпы тауына міндетті түрінде барыңыздар, Италия жағынан Доломитті барып көріңіздер. Барасыздар, мысалы, барған жеріңізден машина аренда қалыңыздар, ыңғайлы болу үшін. И машина арзанырақ, бензин арзанырақ шығу үшін, отельдер арзанырақ шығу үшін 4 адам болып жүрсеңіздер, 4-ке бөлесіздер. Аласыз, 4-ке бөлесіз. Номер аласыз, 4-ке бөлесіз, осылай ыңғайлы болады. Сондықтан барыңыздар, ат боласыздар, тренировка дұрыс жетінен, және айтып жүресіздер, Альпы тауын көргенім, айналып шыққам деп.
Европаға барсаңыздар қаласына ғана бара бермеңіздер, осындай тауларына барыңыздар. Ғажап. Барлық жағдай жасап қойған. Көріп бір рахаттанасың. Аяқтарың бір бұлшық ет шығып, бір тауға деген адам өзі бір шыңға шыққаннан бір мотивация ғой, өзің ішінде мотивация, өмірге деген мотивация. Тауға шыққаннан осындай саяхаттан алады ғой адам, энергия алады, ләззат алады. Міне қаншама жігіттермен танысып сөйлесіп отырмыз. Олардан саяхатын бөліскен әңгімесін тыңдайсың. Мысалы, Пернебек мырзаның дайвингпен жүзетін әсерін айтып жатыр да, кәдімгі мен әйелімді жазып тастадым дайвингке, оқытып жатырмын, баламды оқытып жатырмын. Күшті әсер бөлісіп жатыр да, айтқан кезде ауыздан көпір қайып тұрып, ана жерден Египетте судың астында жүрген кезде, анау сқат бүйтіп тұрып қасынан өткен кезде дегенде әңгіме ше. Ол өмір бақи өлгенше айтып жүретін әңгімеде немересін айтып береді, мен Египетте судың астында жүзгенде деген сияқты. Осындай саяхат деген ұмытылмас сәттер көп болады. Адам мысалы бір күніне жұмысқа бара бергеннен қарағанда осындай саяхатқа шығатын болса, бір жат дейді ғой адамның памятіне басқа да бір заттар жазыла береді да, память. Әртүрлі новый табиғат, эмоциялар жазыла береді. Сондықтан бір сәт, бір аптаның бір күнін болсын бір саяхатқа арнап тұрсаңыз, Қазақстан өзінде де жетеді. Тауға шығыңыз, көкжайлауға барыңыз, асыға барыңыз, кеген табиғаты, мысалы оңтүстік май, апрель айында болып тұрады. Сол кезде оңтүстікке барып қойыңыз. Июль айында шығыс Қазақстан болып тұрады, мысалы Алматы болып тұрады. Күзде сәл салқындағанда көктемде батысқа барыңыз, Ақтау, Бозжыраны көріңіз. Көретін жерлер көп. Қарқара бар орталық жақта, Қарағандыда мысалы Баян ауыл бар дейді. Павлодарда Баян ауыл бар деген сияқты. Қазақстанда да біз білмейтін ғажап жерлер көп. Сондықтан әлемді аралаңыз, бөлек эмоция. Красавчик. Тогда енді әділет қанша жерге бардыңыздар ғой, өзіңіз айтқандай ең көп эмоция берген қай жер ма, қай ел ма, қай бір нәрсе ма, прям есте қалып бүкіл соны шөбереге дейін айтқыңыз келеді. Эмоция қалатын жерлер өте көп. Соның бір мен үшін бір ерекше эмоция қалған кашалотпен бірге жүзген Маврикияда. Мен ол жерде эмоцияны айта алмаймын. Ана жерде деп сен ойлады, қасыңда вагон сияқты үлкен алпауыт балықта сүтқоректі да, мұхиттың ішінде ең үлкен алпауытпен сен бірге жүзесің да, бөлек эмоция болды. Одан эмоция әрине Антарктидада жүзіп бара жатырмыз. Сол кезде ең алғаш пингвиндарды көрген кезде, үлкен айсбергтерді көрген кезде, бұл рас па, шынымен де ма деп. Және ол жерде сен Антарктидада ақша емес, тегін алаң тегін жүрсің да. Керемет эмоция, ана жерден бір касаткілердің бірге шомылғанын көру, қасыңнан ана бір пингвиннің астынан шомылып өткенін көру, саған қарап жол бере деп тыпың-тыпың етіп жүргенін көру. Мысалы, сол бір эмоция мен үшін болды. Мысалы, эмоция көп, ала бересің, тағы эмоциялар қайсыны еске алсаң болады екен. Енді алғашқы эмоция бар мен үшін, естен кетпейтін ең алғаш. Әрине ең алғашқы көрген нәрселер ол естен кетпейді, себебі Малайзияға бардым, бір 4-ші мемлекетім болды. Сол кезде мен Тынық мұхитында шомылғам. Сол кезде Тынық мұхитында Реданг деген арал бар, Малайзияның қасында. Сол кезде шомылып жүріп, тұзды суды көрген кезде эмоция мен, ойбай, су деген тұзды бола ма? Көзім ашып, ойбай, мұхиттың суы осындай болады екен ғой деп эмоция әлінген еттік. Сол сияқты әртүрлі эмоция. Қазір мен мысалы айтып отқан кашалот деген, оға дейінгі эмоциялар өте көп. Қазір менде пик осы да. Әр алғаш мысалы, алғаш табиғатты көресің, эмоция аласың. Одан әдемісін көресің, одан больше эмоция аласың. Сол сияқты бітпейді ол эмоция деген. Осылай. Жақсы. Рахмет. Ал дәке, Дэн. Жақындағанда Марғұлан Сейсенбаевпен бірге Греция мемлекетіне барып аралап 10 күн қасында жүрдің. Жалпы сол кісінің қасында көп жүресің ғой? Бір түйген, бір түсінген ең күшті бір не нәрсе деп ойлайсың? Қандай амал ма, қандай бір іс-әрекет па? Осы өмірге байланысты, бизнеске байланысты. Несі көп, ақыл көп, инсайттар дейді ғой қазір. Ондай көп. Оған прям отдельно не керек шығар. Подкаст керек па отдельно? Отдельно. Қысқа бір мысалы 1-2 минутта айта алатын не нәрсе бар мысалы? Мен сияқты біреу
кеңес сұраса, қызық нәрсе сұраса. Да, оны реально ойланып айту керек. Через стоп давай тогда. Давай. Ну, осы соңғы турлардан прям маған өткен ол каждый адам өз-өзіне замена дайындау керек та. Мен, например, бір ненің маманымын ғой. И мен, короче, барлық нені өзім істеп, тырыспау керек та. Барлық съемканы өзім етем деп. Өзіне ақырындап замена дайындау керек та. Алған білімді бөлісу керек. Білім деген аманат қой. Жастарға кішкене прям жинап, сол үшін анда-санда өзім неге стористарымда айтам, набор болады депші. Келдер, кто желание есть, келіп тұрмын, анау үйретем депші. В общем, распределение дела былай айтқанда, Распределение, и сосын сол білімді бөлісу керек, и өз-өзіне замена дайындау керек қой. Короче, Алланың берген біреу арқылы беріледі ғой, саған қызғанбай көршін бөлісу керек қой. Иә, өзімен бірге алып кетпеу керексің да. Бөлісесің, короче, саған 2-10 есе келеді ғой нәрсе. Сол кейбіреулерде бар ғой, брат мынаны үйретші или там етсе бола ма дейді, олар 30 курс, 30 сағат, там 50 мың теңге туда-сюда деп шығып кетеді ғой кейбіреулер. Өзім помню, анау сурет түсіріп бастағанда, где-то 10-12 жыл болды ғой. Бір сондай бір тоже мощный фотографтарға жазасың ғой, брат, научи дейсің ғой. По скайпу 50 тысяч час деген кейтіндер шығар. Өзім назлы үшін бесплатно бәрін үйретем ғой, келген адамдар. жоқ, бірақ бір жағынан мынандай бар ғой, мысалы, өзінің уақытың бар, еңбегің бар, ол жағынан қалай ойлайсың мысалы? Ол басқа әңгіме. Ол басқа әңгіме ғой. Жоқ, ол смотря қандай. Өзің ресурсың кетеді. Әртүрлі категориялар болады. Болады андай категория. Просто көреді, о, күшті картинка. Хочу научиться, особо оны там не қылдырмайды да, жұмыс қылдырмайды да. Үйренгісі келеді. Жағдайлары бар, все ок, нормально. Олардан алса болады. Потому что олар оны үйреніп алады, и басқа интерес қызығып кетеді біреуі, например. Уже болады ғой, біреу фотографияға қызығып жүреді да, потом видеоға кетіп қалады, оған қызығып жүреді да, вообще там торговляға кетіп қалады, сондайлар. Андай балалар шығады, прям бар ғой, қызығып, етіп, осыны істеймін, осыны ұнайды дейінші. Сондайдың бір не, анау, Олжас Ақтанберді деген бар, инстада Чита деген бала. 8 ба 9 жыл бұрын келген. Давай деп студияда отырып қойып, тұрып атқанбыз бәрі. Күшті. Например, өзіме съемка келсе, мен соған обращаться етемін да. Қазір соны. И одан кейін Жандос деген бала бар. Оны үйретіп жатырмын. Тоже бесплатно? Иә. Ни грамм? Ни грамм. Наоборот, камера бересің, студияны бересің, түсіргің келе ма? Түсір, камера, задание бересің. Ондай заданиялар ғой, например. Беспонтовый камераны бересің. Беспонтовый объектив саласың. Осымен мынандай кадрлар түсіп келдесің. Келе? Обработкасын үйретесің. В общем, бөлісу керек қой. Күшті нәрсе. Өз біліммен, опытымен бөлісу керек. В общем, тұжырым. И қызғанбау керек, иә? Қызғанбау керек. Заказ көп. Кейбіреу ойлайды, өз-өзіне конкурент жасап жатсың ғой дейді. Жоқ, наоборот. Замена керек. И өзің потом өсесің да, өзің ұмытпаған заттарды соларға үйретіп жатқан кезде есіне қайтадан келеді. Олар андай сұрақтар қояды ғой. А это как? Сен оны 10 жыл жасамадың. Уже начинаешь вспоминать, не надо технично гуглить етесің, ананың қасында ят болмасын деп. Это вот так деп потом айтып бересің. Потом ой дейсің де өзің помню, кажется, дейсің. Все, рахмет саған. От души. Путешествуйте, живите. Кстати, қанша мемлекет болды? Мемлекет санамай. Қалай санамайсың? Да? Білмеймін. Бәрібір өмір жетпейді, бәрін. Ну, примерно, Аяз, сен білесің ғой қанша мемлекет екенін? Мен де білмеймін. Шынымен бе? Сіз просто санамадың? Жоқ, санамағансыз ба? 15-ке. 15? Әділетсеңізші, примерно қанша мемлекет? Примерно санаған шығарсың ба? 41? 40 Қуат мақтан аласың ба ондаймен? 15-20. 15-20? Ну, былай егер алсақ, например, екінші паспорт уже толып кетті. Визалармен ше. Бәке, ондай бар ма мақтанатындай? Жоқ, ондай мақтанатындай. 10-15. 10-15? Полсты бар ғой, страницасы. Құдай қаласа, 200 мемлекет аралауда нәрсе етсің. Екі ақпарат қалды. Екінші паспорт. 41 дедін, ә?
страницасы көп бар ма екен? Иә, қазір новыйдан шықты ғой ана. Публикация тоже надо, да? Публикация тоже? Тоже надо туда уделить внимание. Публикация и рилс это по сути одно и то же. Да. Чем отличие? Публикация и рилс, публикация... Публикация, наверное, больше фото жағын айтып отқан шығарсың. Яғда видео жаза береді ме олар? Қазір уже разница жоқ. До сих пор, да, не пойму, в чем разница. Ну, рилс, да, это видос, публикация, там фото и видео. Давайте селфи, қараңыздар. Шерик па? Я шерик. Бәрі екіш. Все, погнали. Давайте. Я самый. Запах чувствуете? Запах через экран чувствуете, не чувствуете? Дрон искали же, брат? Мощь. Наверху нашли. Ну, тоже наверху, он там только Мы по рации слышали, там искали. Кто повар, шеф-повар? Марапара. Не, что-то зацепился. Салат, а чучук, смотрите, внимание, обратите, обязательно. Давайте. Салат, а чуть-чуть. Поехали, эй! Что там делал? Да. А чучук, как всегда, только. Ал достар, сонымен біздің 2 күндік осындай кішігірім демалысымыз, кішігірім экспедициямыз аяқталды. Бұл әшейін сіздерге бұл видео кішігірім осы біздің демалысымыздың вайбын көрсеткім келді сіздерге. Қалай демаламыз, қалай болады, қалай осылай тауға шығу керек, қалай қазақтар өйстіп тауға шыға алатын, тауға өйстіп лагерь құрып демала алатын көрсеткім келді сіздерге. Видео қызық болса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Осындай саяхатқа шыққыларыңыз келе ма, шыққансыздар ма, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп жіберіңіздер. Ал біз келесі саяхатқа дейін жұмыс істеуге кеттік қалаға. Именно осындай кнопкалары бар, бір-біріне келе бере ма? Иә, баукин. Настройкасы жасалуға болады, бір-біріне келе береді. Все, прощаемся. Договорим до свидания. До следующей встречи. До следующей встречи. Жақсы демалыс болсын. Рахмет. Жақсы. Күшті болды. Керемет болды. Осылай саяхаттар көп болсын. Жақсы. Жақсы. Рахмет сізге. Қолыңыз деп көрмесін. Яғни материалдар жіберсеңіздер күшті болады. Жақсы, Александр. Береке. Ақшамызға тек аларыңыз келсін. Давайте. Мәке, ауыз. Рахмет сізге. Жақсы, Раге. Керемет болды, рахмет. Шақырғаныңызға, керемет. Сиго. Спортсмен ағамыз біздің 40 рет турник жасайды. Спокойно, один раз 40 рет.
рахмет Абдыш. Жиындарыңыз көп болсын. Ресторан ашып көріп беріп Не, все. Давай обсудим дальше. Өңірлерден Жалпы неше? Осы аяқ әділет осы состав па, примерно? Әділет барамға бармай ма білмеймін. Фактуалды сонда. Расписанный же. Қазақстан табиғатына көзім тоймайды. Мына қараңыз, таудың шыңында тұрмыз ғой. Мына жақта қараңыз, қандай сай ашылып жатыр ба. Керемет. Әдемілік камера бере алмайды ғой. Қанша дрон көзбен қарап, дем алып, қабақ ауасын жұтып, тура таудың. Деп айғайға келеді ғой. Короче, үстіп жолға достармен келген жақсы да. Көліктерін ауыстырып, анау шашаса сен отырасың, сен шашасаң олар отырады. Үстіп біріне поддержка беріп, сол көлікті өзім жалғыз кетіп тұратынмын. Аяз досымның көлігі. Осындай негізінен әрдайым осындай біреумен шыққан жақсы да. Кемі екі машинамен шыққан, ол ең күшті саяхаттардың бірімізге көлігін сынып қалса да, дайсы болып қалса да, поддержка болғанға өте жақсы.